Сәлем достар, сіздермен Әсия Сәтбаева. Күздік жапырақтарды А4 түрлі түсті қағаздан ең оңай жасалу тәсілін көрсетемін. Балаларыңызға үйретіңіз, декор ретінде пайдаланыңыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіздер. Ең алдымен А4 қағазымызды 9-9 етіп, 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Одан соң видеода көрсетілгендей етіп бүктейміз. Қалауыңыз бойынша жапырақтың көлемін үлкен немесе кіші етіп жасасаңыздар да болады. Ол үшін 4 бұрышты қағазды үлкенірек етіп 15-15 немесе кішірек етіп 4-4, 6-6 етіп алсаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей бүктелген қағазымызға жапырақтың ұзорын сызамыз және сол ұзор бойынша қиып аламыз. Міне біздің бірінші жапырағымыз дайын болды. Кез келген мерекеге, кез келген күздік оформленияға әдемі декор ретінде пайдалансаңыздар болады. Балаңызға үйретсеңіз, балаңыз да жасай алады, жасау жолы оңай. Енді келесі жапырақтың жасау жолын көрсетемін. Бұның бүктелу жолы бірінші жапырақтың бүктелуімен бірдей, тура солай етіп бүктеп, ұзорын екі түрлі етіп сызамыз. Видеоны жақсылап қарасаңыздар, екі түрлі етіп сызып, сол бойынша кесіп аламыз. Міне біздің жапырақтарымыз дайын, әдемі, ерекше және ең бастысы жасалу жолы оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне күздік жапырақтарды жасаудың екінші тәсілін жасап көрсетемін. Бұл тәсіл бірінші жапырақ жасаған секілді оңай және бұның жапырақшалары бір-бірінен үлкен кіші болып, басқаша ерекшеленіп тұрады. Видеоның соңына дейін мұқият қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Міне түрлі түсті А4 қағаздан күздік жапырақтың 5 түрін жасап шықтық. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, басқа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.